Әжем үйреткен дәмді әрі жұмсақ сочный перец фаршированный жасайтын боламыз. Дәмі өте керемет болады. Каналды қолдау мақсатында тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Ең алдымен пиязды турап аламыз. Картопты бөліктерге бөліп, соломка етіп турап аласыздар. Одан кейін барып, кубик етіп, бір келкі етіп тураймыз. Сәбізді де дәл солай турайтын боламыз. Қызып тұрған қазанға майды құямыз. Ең алдымен пиязды қызартырып қуырып аламыз. Одан кейін барып сәбіз және картопты салып қайта қуырамыз. Тамақты қызартыру үшін томат немесе икра болса, соны салып жіберсеңіздер болады. Қуырып болған соң үстінен су құямыз. Енді голубцидың ішіне қосқанға начинкасын дайындаймыз. Пиязды теркадан майдалап турап аламыз. Тартылған сиыр етін қосамыз, одан кейін күрішті жуып саламыз. 2 жұмыртқа қосатын боламыз, сочный дәмді болу үшін. Қара бұрыш, тұз, кинза және сұйық майды құйып араластырамыз. Голубцилардың ішін тазалап, жуып алып, ішіне начинкасын салып шығамыз. Жарты сағат қайнаған соң тұз дәмдеуішті салып араластырып, перец фаршированныйды қазанның ішіне саламыз. Бетін жауып, жарты сағаттай қайнатасыздар. Перец фаршированный дайын болды. Дәмі өте керемет болады. Қара бұрыш және айран салып ішсеңіздер, керемет болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналды қолдау ретінде тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңыздар.